Мен бүгінгі біздің атмосфераны көрдіңіздер ма? 90-шы жылдардағы тіпті жандосқа дейін киіндіріп қойғанбыз. Мына жақта бізде туыстар. Қалайсыздар? Саламатсыздар ма? Тойларыңыз құтты болсын. Сіз әкесісіз, е? Қалайсыз? Бір сезім қалай? Жаңа келіндеріңіз құтты болсын. Сіздерге бір құтты келін болсын. Бізде Аягөздің туыстары отыр. Саламатсыздар ма? Қалайсыздар? Аягөздің анасы, е? Сізге өзіңізге Алишер қаттырақ ұқсайтын сияқты. Бәрінің айтуы да. Қараңыздар, қандай сыйлықтар бұны жерде. Эфирді қарап отырыңыздар. Бұйырса бір кәде сыйлықтарыңызды тарту етіп. Бір толқыныс бар ма сіздерде? Әрине толқыныс болады. Мына студияға келіп, екі отамыздың арқасында біз жолын тапты ғой, елімізіміз. Оларға сәттілік тілейміз. Осындай эфирға келіп отырғаннан кейін әрине қобалжу болады. Бүгінгі біздің стиліміз қалай сізге? Керемет ұнады, 80-90 жылға. Еске алып жатырмыз шағымызды. Тойға келсе де естіп ұйықтап отырады әйтеуір. Қалайсыз Арке? Жақсы, өзіңіз қалайсыз? Жақсы. Студия ұнады ма? Иә, күшті болып тұр. Дизайн барлығы андай идея өте андай оригинальный. Атмосфера бір бөлек болып тұр, е? Атмосфера бөлек болып тұр, бірақ өзім қатты түспеген сияқтымын. Дресс-кодқа тек бұл жерде. Сіз неге айттыңыз? Кетіп тұрған сияқты. Мен мынандай көйлектер менде жоқ. Андай көйлектер ше. Мына негізі ұқсайды. Иә, негізі ұқсайды. Қаралмын да өзім. Мынау қарасын. Кішкене анау жерде ондай история айтпай қойсын деді. Басқашалау болып тұрсыз ғой. Сай бір любовницалау болып тұрмын да 90-шы жылдардағы ше. Тоқал дейтін жерсіз. Негізі қалайсыз? Өміріңізде бір жаңалықтар бар ма? Жаңалық болса бөлісемін. Бұлай жақсы, ешқандай жаңалық жоқ. Сол тойларға, қуаныштарға келіп, өйстіп қуантып тұрады бізді Арке. Шақырсаңыздар келеміз. Мына жақта ескі қатысушылар келіп Ринатқа внимание жетпей қалып отыр. Внимание жетпей қалды, Образым сақталып қалсыншы дейді. Күшті болып тұрсыз. Анау бір бандиттар сияқты 90-шы жылды ғой. Бандиттар? Бандит емес. Коммерсант болып жүрмесе, таксист. Таксист болып бекітсіз. Такси. Қапшағай алматыда. Бізде мына жақта Айнұр бар, қалайсыз? Жақсы өтеміз, қалайсыздар? Жақсы. Сіздің образыңыз андай бір бай әйелдер бар ғой. Ауылым сондай болады. Бай қатындар дейді, қалай айтайын. Барлығы айтып жатыр, что-то не. Барлығы, иә. Байдың қатын олар енді ауылмен мүмкін енді адамдарды көп тілесе көл дейді ғой. Барлығы оқығандарға сәлем, енді болсын. Біздің екі жеңгеміз қалайсыз? Сізді жеңге қалпында көру беріпті ғой бізге. Несібелі, қалыңыз қалай? Бір сәлем беріп қойсаңыз. Аяна. Мен де Шымкентский ғой. Мына жақта бізде жаңа келін отыр. Қалайсыз? Жақсы. Құрбылары бәрі келіп, қасына бір демеу беріп жатсыздар ма? Жаным Айдана. Ұзатуда да өстіп, молодец, көтеріп сады отыр мені. Айгөз уайымдап жатсыз ба? Уайымдап жатсыз ба? Ыстық екеннен ше. Сізде сыртта мама папаңыз кәдімгідей уайымдап отыр тоже. Қызығып қарап жатыр. Біздің студияда Оразғали және де біздің Айгерім, қалайсыздар? Жақсы, көңіл бар, керемет. Тоймен беташардың куәсі болды. Ерекше күткен қыз, біздің жаңа келініміз Мадина ортада. Қалыңыз қалай? Жақсы, рахмет. Жаңа өмірге үйренісіп жатсыз ба? Я негізінде қатты қиын емес қой, негізінде тұрмысқа шығу деген нәрсе. Біз қазір енді бөлек тұрып жатырмыз, енді былай айтқанда ата-енеммен тұрмаймыз, бірақ дегенмен күнде барып тұрамыз да, барлығы жақсы. Бізде ата-енемен де, қаракеміздің арамызда да жақсы барлығы. Отбасылық өмір жақсы жатыр. Иә, қатты бір сөгіп жатыр деп естіп жатырмыз енді, үйде жүрген кезде орамалсыз жүреді деп. Сіздер бөлек шықтыңыздар. Бөлек үйімізде біз бөлек үйде тұрғаннан кейін енді мен орамалсыз жүре беремін, ал ата-енеме барған кезде, Қарашаңыраққа барған кезде, ол кезде уже орамалмен жүремін. Сәлем салып сөйтесіз ба? Сәлем дейсіз. Оқырмандарға бір әдемілеп салып беріңізші.
негізі редакцияға келіп салмадыңыз ба? Сәддәулет, қалайсыз? Жақсы, өздеріңіз қалайсыздар? Жақсы. Досыңыздың тойыңызға да жетіппіз біз. Сезім қалай, бір тілек болса? Алишер мен Айгөзге тек қана бақыт тілеймін. Аллах тағала керемет уақыт берсін. Сол керемет уақытты көретін бақыт берсін деп айтамын. Сіздер бүгін негізі тойды көтеріп тастау керексіздер ғой? Көтеріп жатыр ғой? Көтеріп жатырсыздар ма? Иә. Білмеймін, бір басылып қалған сияқтысыз ба? Қойыңыз. Көтеріп жатыр, просто шетке отырып қалдым да сен. Білмей жатырмын. Бір ауыстыру керек сияқты сізді. Внимание жетпей тұрған сияқты. Иә, бәрін біліп тұрсыз. Ауыстырыңызшы мені. Аха.